2016 жылдың көктем айы. Әдетімше әпкемнің үйіне жексенбі күні демалуға бардым. Әпкем мен келген бойда балаларын тастап өздері қонаққа кетті. Қонаққа барған үйі екі үйден соң. Бір кезде орта бойлы, жылтыр көзді, кірпіктері айқасқан сымбатты жігіт үйге кіріп келді. Менімен амандасқан бойда, "Жездеңдер қайда, кетіп қалды ма?" деп менің жүрегім шымыр етті. Бірден таныдым. Бәлкім қорықтым ба? Тым кеш уақыт еді. Қорқуымның ең басты себебі 2015 жылдың күз айында дәл осы жігіт маған ВКонтакте желісінен жазып WhatsApp-ма сөйлесіп көрейікші. Сені жақсы көріп қалдым деп мазамды алып жүрген еді. Сасқанымнан бірден "Я, кетіп қалды, сол жерде отырған шығар, барыңыз" деп айқайлап жіберіп есікті іштен жауып алдым. Ол жігітті өмірімде 2-3 рет қана көргенмін. 2015 жылы туған жездем өзінің жан досымен бажа болғысы келген екен. Солай менің және екінші әпкемнің суретін досына жіберген. "2 балдызым бар, танысып көр. Осылай бойдақ болып қашанғы жүресің" деп айтқан болу керек. Ал сымбатты жігітіміз бірде менің суретіме ғашық болып, қайтсем де осы қызды аламын деп шешім қабылдапты. Ол кезде мен 11-ші сыныпты бітіріп, Алматыға қыздар университетіне грантқа оқуға түсіп кеткен едім. Жасым небәрі 18-де ғана. Бұл жігітті әркез әпкемнің үйіне барғанда көріп қала берген соң күдіктеніп бастадым. Телефоныма жазғанда шошып кетіп бірден мамама оқыттым. "Мамам, сен енді ғана 18-ге толдың, оқуың бар. Оларға үйде отыратын адам керек, нәскиін жуып, тамағын жасап" деген сияқты. "Сабағыңды оқы, қайдағы бай" деп айқайлап, қатаң түрде кездеспеуімді ескерткен болатын. Мен бірден бұл жігітті барлық интернет желісінен блокқа тықтым. Солай уақыт өте берді. Кейде үй жақтан көріп қалатынмын. Сондағысы мені Алматының бір бұрышынан тауып алып, сырттан болсын бір көрсем деген ішіндегі алпауыт сезімі маза бермейді екен. Әпкемнің үйіне тағы бір демалысымда келгенімде жездемнің жасырын сымбатты досына звондап жатқанын естідім. "Үй жаққа тез кел, балдызым келді" деп. Бірден әпкеме өкпелеп, "Мені шал біреумен неге таныстырасыңдар? Менің жігітім бар, оқуым бар, енді мазамды алмасыншы, жездеме айтшы" деген болатынмын. Сол уақыттан бері қазан жабулы күйде қалды. Содан бері көргенім бүгін еді. Арада 4-5 ай уақыт өткен соңғы көргенде менде түсініксіз сезім пайда болды. Бірақ мен бұл сезімді махаббатқа баламадым да. Ертесі еш алаңсыз үйге қайттым. Әлгі сымбатты жігіт есіме де түспеді тіпті. Өйткені мен 1-ші курс оқуым біткен соң анамның қасына жұмысқа шықтым. Ол жұмыстан ешқандай тиын алмай, мамаға тек балмұздақ алып берсеңіз болды деп жұмысымды істеп жүре бердім. 2016 жылы шілде айы жұмысқа әдемі қысқа көйлегімді киіп боянып барған едім. Жұмыстан қайтып келе жатқанда мамам әдетінше дүкенге маған балмұздақ әперуге кіріп кетті. Солай магазиннің сыртында тұрғанымда қасымнан музыканы қатты қойып алған машина өтті. Ішіндегі жігіт жездемнің досы, көзіне қап-қара көзәйнегін тағып алған. Сымбатты жігіт маған көзін алмастан қарап өте шықты. Осы жолы бірақ жүрегім зу ете қалды. Тіпті ішімде жылулық пайда болғандай ма. Бірақ ішімнен өзіме "Сабағыңды оқы, жігітті не істейсің" деп бір дауыс сайрап қоя берді. Сымбатты жігіт екеуміздің арамыз 8 жас болатын. Менің жасым енді ғана 19-ға толған. Сонда да қанша қарсыласқаныммен осы жолы ол жігіттің көз жанары есімде қалып қойды. Көздері сондай мөлдіреген, үлкен, әдемі. Сонымен араға 1 айдай уақыт салып, 1 тамыз күні әпкемнің баласының туған күніне сыйлықтарымызды алып, ортаншы әпкем екеуміз Есік қаласына бардық. Үйге кіре бергенде жездемнің достары "Гүлдакой, біздің баламен неге сөйлеспей қойдың" деп сұрақтың астына алды. Мен болсам "Жоқ, достарыңыз өздеріңізге қала берсін, менің жігітім бар" деп сөзді бір қайырдым.
Осы уақытта жездемнің телефонға жүгіріп барып біреуге звондап жатқанын көріп қалдым. Жездем: «Досым, балдызым осы жақта, келсеңші» деген даусын анық естідім. Естімеген адамша жездеме ештеңе демей отыра бердім. Бәлкім көргім келгенде шығар, қызық сезім болды. Қонақтар дастарханға жайғасты. Бір мезетте есіктен сымбатты жігіт кіріп келді. Көзі неткен әдемі, өз жасынан тым жас көрінеді ғой шіркін деп, жүйрік басыма келе қалды. Әп-сәтте есіңді жи, бұл сенің ойың ғана деп үлгергенімше, сымбатты жігіт өзімен бірге беті басы бояқтан көрінбейтін тіпті бір қызды жетектеп кіріп келді. Мен түр білдірмей ішімнен: ақыры мені ұмытқан екен, 1 жыл болған сөйлеспегенімізге, басқа қызды табыла қойыпты деп сыбырлап жүрмін. Екі бетім қызарып, қолым дірілдеп, біртүрлі күйге ендім. Менің күйімді ортаншы әпкем бірден байқады. «Немене, қызғанып кеттің бе? Болды, қайғырма» деп мазақтап үлгерді. Мен болсам: «Жоқ, қызғанған жоқпын, керісінше қуанып тұрмын, бақытты болсын. Ең бастысы менің мазамды алмаса болды» деп ақталып қоймаймын ғой. Дастархан басында достары екеуіне тілек айтып, тіпті үйлендіріп тастады. Қонақтар тарқаған соң, түнгі 2-де ВКонтактеге кіріп, жездемнің досын блоктан жай ғана шығара салдым. Блоктап тастағаныма 1 жылдай уақыт болған еді. Солай ой үстінде ұйықтап кетіппін. Жігіт еріксіз ойыма орала берді. Таңертең ұйқыдан тұрған бойда телефоныма қарасам, SMS келіпті. Оны оқып езуіме еріксіз қуаныш ұялады. Сымбатты жігіт маған ВКонтактеден жазып жіберіпті: «Сәлем, қалайсың?» Ұйқым шайдай ашылды. «Жақсы, өзіңіз?» деп сызыла кеттім. «Жақсымын, қабылдапсың ғой?» «Иә, қызыңыз бар екен, сол үшін блоктан шығардым. Енді мазамды алмассыз». Осылай астыртын жазып жібердім. «Жоқ, ешқандай қызым емес. Бірінші рет кеше көрдім. Бірге барайық деген соң алып бардым» деп көңілімді орныма түсіргендей болды. Қызық сезім және түсініксіз. 1 жыл бойы қашып жүрген жігітке еріксіз ішім жылып, тіпті кешегі сары қыздан қызғанып та қалғандаймын. Осылай біраз сөйлесіп тастағанымызды байқамай да қалыппын. Сымбатты жігіттен толассыз SMS-тер келіп жатты. Маған сөйлескенім майдай жағып барады. Сол күні шаршап ерте ұйықтап кеттім. Ал ол маған SMS жазып жіберген: «Бүгін кешке келсем, біраз отырып әңгіме айтсақ қалай қарайсың?» Мен ол уақытта тәтті ұйқыда жатқан едім. Далаға шықсақ, қолында розасы бар жігітіміз цементтің үстінде отыр. Сондағысы 3-4 сағат далада мені күтіп отырған екен. Қоңырау шалуға телефоны өшіп қалған көрінеді. «Әйтеуір бір далаға шығар деп күтіп отырдым» деді. Мен таң қалып, 15 минутқа ғана сөйлесуге келістім. Үнсіз отырып 5 минутымыз өтіп кетті. «Жігітіңіз бар ма?» деп маған әп-әдемі көздерімен тіке қарады. Бірден бұл сұраққа қалай жауап берерімді білмей: «Жігітім бар сияқты ма?» дедім. Содан біраз үнсіздіктен кейін: «Жігітім болса сіздің қасыңызда отырмас едім» деп сөзімді жалғадым. Тек үнсіздіктен тағы да 5 минут отырып үйге кіретінімді айттым. «Ертең келсем бола ма?» «Жоқ, неге келесіз, керек емес» дедім. «Сені жай бір көріп кетсем болды» деп қоштасып Алматыға кетіп қалды. Үйге кірген бойда жүрегімнің қатты соғып, тіпті өне бойымды ерекше сезім биледі. 19 жасар қыздың махаббаты оянғандай болды. Бірақ жасы үлкен жігіттермен сөйлесу мен үшін қылмыс болатын. Ол әртүрлі сылтаумен күнде үйге келуді әдетке айналдырды. Алматы мен есіктің арасында 14 күн үзіліссіз келіп, жездеммен әңгімесін айтып қайтатын. Маған ғашық көздерімен қарағанда жүрегім елжіреп қала беретін. Тіпті әр күні тағатсыздана күтетін жағдайға қалай жеткенімді байқамай қалдым. 14 тамыз жездемнің туған күні еді. Қапшағайға шомылуға баратын болдық. Әпкем, жездемнің достарының бәрі бар. Ал мен үйде қала берейін дегенге әпкем: «Bir уақыт демал, жақында оқуың басталады» деп өздерімен бірге ала шықты. Демалатын жерге де келдік.
Суға түсіп кәуап пісірдік. Көңілді отырыс болып жатты. Бірақ бұл жолы сымбатты жігіт көрінбеді. Іздегендей болып есік жаққа қарай бердім. Бір кезде дауысын естідім. Орнымнан ыршып тұрып айнаға жалтақтап түрімді реттеп алдым. Қасыма жақындап келіп, бетімнен сүйіп амандасқанда, бір уақыт көкке қанатсыз ұшып бара жатқандай күй кештім ғой. Суға да жүзе алмайтын мені өзім үйретемін деп қолын ұсынды. Мен де келістім. Бұл жолы қорқыныш емес, оған деген сенімділік пайда болды. Осылай уақытымыз көңілді өтіп кеш батты. Үйге қайтар уақытта мен ұйықтап кетіппін. Көзімді ашсам, бас жағымда шашымнан ұстап отырғанын көріп шошып кеттім. Қорықпа, үйге кеттік деді. Маған өзінің машинасына отыруын сұрады. Бәрі менің машинама отырады деп мені алдап, өз машинасына отырғызып, есікті құлыптап, ешкімді күтпей машинаны қатты айдап жүріп кетті. Менде енді үлкен үрей, қорқыныш басталды. Қолымнан қатты ұстап алып, өте қатты жылдамдықпен сөзімді тыңдамастан кете берді. Осыдан бүгінгі күннен аман шықсам, бұнымен сөйлеспеймін де, көзіне көрінбеймін де, о Аллам көмектесші деп Құдайға жалына бердім. Сымбатты деп отырған жігіт бір уақытқа көзіме әзірейіл болып көрінді. Машинаны тоқтат, әйтпесе секіріп кетем деп айғайға бастым. Тыңдайтын ол жоқ, тек өзінің сезімін айтып әлек. Мен сені жақсы көремін, бір жыл бойы сыртыңнан бақылап, махаббатым артпаса кеміген емес. Маған бір мүмкіндік берші, сені көрмесем тұра алмайтын дәрежедемін деп бар сезімін шығарып жатыр. Онда мені үйге аман есен апарыңызшы, сонда ғана жауабымды айтам деп көндірдім. Үйге жеткен соң қашып кіріп, шықпай қойдым. Түннің жарымы ол кетпей далада күтіп тұра берді. Бір уақытты жездем, далаға шықта бір жауабыңды бер, я болмаса жоқ деп айт. Мен онымен сөйлестім, жауабыңды алам да кетем деп айтты деген соң, үйдің мазасын алмайын деп сыртқа шықтым. Мені көрген бойда құшақтап алды. Осы кезде мен де оны шынайы жақсы көретінімді түсінгендей, менің жауабым жоқ деп дайындалып шыққан едім. Құшағынан сытылып шығып, ертең келіңізші, мен жақсылап ойланайын дедім. Ол да келісе кетті. Ең бастысы жоқ демесең болды деп қалаға кетіп қалды. Осылайша қоштасып үйге кірдім. Мендегі жүрек я деп алып ұшып тұрды. Ал ақылға салсам, жоқ сөйлеспе, оқуың бар деумен. Не деп жауап берсем екен деген ой жанымды жегідей жеп барады. Мамаға мен оқимын, ал баламен сөйлеспеймін деп уәде берген едім. Ол да менің я деп бірден айта алмауымның басты себебі еді. Ертесі кешке жігіт менің жауабымды алуға үшін ұшып келді. Ұзақ сөйлесуден кейін менің жауабын я сөйлесіп көрейік деп өзімнің көп күттерген жауабымды айттым. Осылай біздің махаббат хикаямыз басталды. Әр күні мен оқудан үйге дейін апарып қимай қоштасатын едік. Тіпті 4 айда бір күн болсын мені көрмей қалған күні болған емес. Әр кездесуіміз біздің махаббатымызды нығайта берді. Қаншама қарсы шыққан адамдардың сөзіне мән бермей, адал махаббатымызды дәлелдеп шықтық. Бір жыл бойы қарата алмаған мені 4 айда адал жары етіп алды. Босқа өтпеген уақыт болды ең бастысы. Ал мендегі сезімнің қай кезде оянғанын тіпті сезбей де қалдым. Сымбатты жігітіме жіпсіз байландым. Жүрегімнің әр дүрсілін оны көргенде қаттырақ сезетін болдым. 2016 жылы желтоқсан айында мені келісіммен алып қашты. Алланың қалауымен үлкен отбасы болдық. Қазіргі таңда 2 қыз, 1 ұл тәрбиелеп отырған анамын. Осы жыл менің өмірімдегі қымбат естелік болып қалды.